Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін мен сіздермен лағман рецептімен бөлісемін. Кейде тағамды аз уақытта дайындау керек болады, сондықтан әдеттегідей лағманға арналған қамырдың орнына мен қамырды осы рецепт бойынша дайындаймын. Ол да өте дәмді болып шығады. Лағманға арналған тұздықты дайындауды бастамас бұрын мен қамырды дайындаймын. Ол үшін бізге керек ингредиенттер жұмыртқа және ұн. Алдымен жұмыртқаны ыдысқа жарып, содан кейін ұнның қажетті мөлшерін қосамын. Ұнды көп қосып қойсаңыз, қамырды аздап тұздық сумен біріктіруге болады. Қамыр орташа жұмсақ болды. Қамыр иленген, енді лағманға арналған тұздықты дайындаймын. Ол үшін керек ингредиенттер шалғам, тәтті бұрыш, пияз, картоп, сәбіз, аскөк, сарымсақ, кинза, ет және қуырғанға сұйық май. Алдымен сарымсақты турап аламын. Содан кейін майды керек мөлшерде табаға құйып қыздырамын. Қызған майдың бетіне сарымсақты салып қуырамын. Қуырылған сарымсақтың бетіне ет салып, керек мөлшерде тұз саламын. Ет қуырылып жатқанда пиязды майдалап тураймын.
еттен суы тартылып кеткенде майдалап туралған пиязды қосамын. Қуырылған пияздың бетіне сәбіз қосамын. Сәбіз және редис қызарғанша қуырамын. Барлық ингредиенттерді орташа отта қуырамын. Тәтті бұрышты қосқаннан кейін шамамен 10-15 минут қуырамыз. Барлық ингредиенттерді қуырып алғаннан кейін томат пастасын қосып араластырамын. Лагманға арналған тұздық, яғни подлив, сұйық немесе қою болу үшін суды керек мөлшерде құямын. Және су қайнағаннан кейін картоп қосамын. Менің отбасы мүшелері сұйық болғанын ұнатады, сондықтан суды көбірек құямын. Қаласаңыз қара бұрышты қосуға болады. Қамырдың иі қанды, енді жайып кеспе жасауға болады. Қамырдың бетіне ұн сеуіп, жұдырықпен басып дөңгелек пішінге келтіремін. Қамыр қажетті пішінге келтірдім. Енді екіге бөліп, біріктіріп, бетіне ұн сеуіп, жолақтарға кесемін. Тағамды тез уақытта дайындау үшін кеспе кескіш қолданамын. Бұл кеспе дайындау процесін жеңілдетеді және тездетеді. Әрбір жолақтарды жұқартып алғаннан кейін бетіне ұн сеуіп аламын.
Дайын жұқартылған жолақтардан енді кеспе жасауға болады. Дайын кеспені тұздалған суға салып пісіріп аламын. Кеспе пісу үшін шамамен 10 минуттай уақыт кетті. Дайын кеспелерді дұршылаққа салып, үстіне суық су құйып аламын. Және сұйық май қосып араластырамын. Лагманға арнайы подлив дайын. Дайын болудан 5 минут бұрын бетіне кинза, аскөк және сарымсақ қостым. Әрине, бұл рецепт нұсқадан ерекшеленеді, бірақ ол да дәмді болып шығады. Лагманға арналған сорпаны апамның рецепті бойынша дайындадым, ал кеспемен жай ғана эксперимент ретінде жасап көрдім. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.